1974 жыл қарашаның 13-і Америка құрама штатының Нью-Йорк штатына қарасты Амитвилл атты тыныштана қала бар еді. Бірақ сол түні бұл қалада адам сенгісіз жантүршігерлік оқиға орын алады. Бір отбасының 6 мүшесі өз төсектерінде бір оқпен бір түнде өлтірілді. Ал қылмыскер ол сол отбасының өз ұлы болатын. Бұл жай ғана кісі өлтіру оқиғасы емес. Бұл тарихтағы ең жұмбақ әрі шынайы қантөгістердің бірі. Себебі бұл үйде кейінгі 40 жылдан аса уақыт бойы түсініксіз құбылыстар тоқтаған емес. Шайтани күш пе, әлде психикалық дерт пе? Бүгін мен сіздерге тек бір отбасының өлімі емес, бүкіл әлемді шошытқан мистикалық криминал оқиғаны баяндаймын. Назарыңызды Амитвиллдің қанды түні. Дефио отбасысы. Әкесі Рональд Дефио, анасы Луиза және олардың 4 баласы Даун, Элиза, Марк және Джон. Үлкен ұлы Рональд Дефио Джуниор, яғни Буч. Көпшілікке үлгі болатын бұл отбасы Амитвиллдегі 112 Океан Оушен мекенжайында өмір сүреді. Бірақ сырттай бәрі бақытты көрінгенімен шын мәнінде үй ішіне қатыгез тәртіппен эмоционалды қысым көп болатын. Әкесі өте қатал, анасы үнемі қорғаныш үстінде жүретін. Ал ұлы Буч нашақорлыққа ішімдікке салынып күйзеліске түскен. (1974 жыл 13 қараша күні Буч жергілікті барға барып достарымен бірге болған. Бірақ түн ортасында қарай үйіне оралған соң ол отбасындағы 6 адамды, әке-шешесін, бауырлары мен сіңлілерін бірінен соң бірін ұйықтап жатқанда атып өлтіреді. Бір қызығы, ешқайсысы қашпаған, айқайламаған. Тіпті көршілер де оқ дауысын естімеген. Неліктен? Бұл ең бірінші жұмбақ. Бастапқыда Буч біреу үйге кіріп бәрін өлтіріп кетті деп айтқан, бірақ полиция оның сөзіне сенбеді. Көп ұзамай Буч қылмысын мойындап ол кезде дауыс естіді. Ол мені мәжбүрледі деді. Кейінгі тергеу нәтижесінде ол сот психиатрлар тарапынан антисоциалды тұлғалық ауытқуға шалдыққан деп танылды. Бірақ ол дауыс қайдан шықты? Неге үйдің ішіндегі бірде-бір адам шуламады? Оларды кім ұйқыда ұстады? Буч түрмеге жабылған соң бұл үй бос қалды. Арада бір жыл өткенде 1975 жылы Луис отбасысы Джордж, Кетти және олардың 3 баласы үйді арзан бағамен сатып алып көшіп келеді. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа бармады. Бірінші түннен ақ оғаш құбылыстар орын алады. Есіктер өздігінен ашылады. Үй іші мұздай суық болады. Қабырғалардан жасыл сұйық ағады. Тіпті үйдегі крес төңкеріліп тұрады. Джордж күн сайын сағат 3:15-те дәл Буч отбасын өлтірген уақытта оянып кететін. Кеттиге біреу қол тигізеді. Ал олардың балаларына тылсым көзге көрінбейтін достармен сөйлесе бастайды. Бар болғаны 28 күннен кейін Луис отбасысы түн ішінде үйден қашып кетеді. Олар бұл үйге жынның мекені деп жариялады. Кейінірек бұл оқиға негізінде Джей Энсон атты автор The Amityville Horror атты кітап жазады. Бұл кітаптар мен фильмдер оқиғаның әлеміне таралуына себеп болды. Кейбір зерттеушілер бұл оқиғалар Луис отбасының ойдан шығарғаны дейді. Тіпті Бучтың адвокаты бұл оқиғаны ақша табу үшін ұйымдастырған деп мәлімдеген. Бірақ Луистар бұл сөзге келіспейді. Кейінгі иелері бұл үйде ешқандай құбылыс болмағанын айтады. Ал кейбір мамандар шын мәнінде Буч шизофрениядан азап шеккен, ал үйге байланысты үрей адамдардың қиялынан туған дейді. Бірақ сонда да бір сұрақ. Неге бүкіл отбасы ұйықтап жатқанда бірінен соң бірі атылып ешкім қашпады? Бұл әлде жауабы жоқ сұрақ. Амитвилл жай ғана үй емес. Бұл адамның ақылы мен сенімнің шекарасындағы сынақ. Криминал ма, мистика ма? Оны сіз шешесіз. Бірақ бір нәрсе анық. Бұл оқиға әлі күнге дейін әлемді дүр сілкіндіріп келеді.
Егер бұл оқиға сізді шошытса, лайк басып пікір жазыңыз. Мистикалық шынайы әрі шошындыра оқиғаларды жалғасын қаласаңыз, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода біз тағы бір ақылға сыймайтын шынайы оқиғаның шымылдығын түртетін боламыз. Сіздермен болған Крэптің арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.